Қара құрдымдар ғаламдағы ең көлемді және жұмбақ объекттердің бірі болып табылады. Жарылатын жұлдыздардың ядросынан түзіледі. Қара құрдымдар кеңістік уақыт аймағы. Яғни гравитация өте мықты болады. Тіпті жарық та қаша алмайды. Егер қара құрдым құрылса, ол айналасындағы барлық заттарды өзіне тартады және тұтынады. Газ, планеталар, тіпті басқа жұлдыздарды қоса жұтады. Осы процесс арқылы қара құрдымдар күннен миллион есе артық үлкейе алады. Бұл өте үлкен қара құрдымдарды көптеген немесе мүмкін бүткіл 1 миллиард галактикалардың центрінде өмір сүреді деп ойлаған. Өлген жұлдыздың ядросы құрдымға кеткеннен кейін гравитацияның күші жұлдыздардың ішкі нашарлау қысымынан асады және жұлдызды сөзсіз суперноваға тартады. Қуатты жарылыс орын алғаннан кейін қара құрдымның артында тығыздығын елестетуге мүмкін емес зат қалады. Қара құрдымдардың ядросы мүмкін кварктарды немесе басқа да экзотикалық материалдарды құрайды, бірақ біз бұл нүктені білмейміз. Осы ядроның айналасы оқиға көкжиегі деп аталатын математикалық шекара. Бұл шекара оралмау нүктесі деп түсіндіріледі. Осыдан өткен кез келген зат, тіпті жарық ұсталып қалып ядроның ішіне құлайды. Осы қара құрдымдардың қара екеніне себеп. Қара құрдымдар жоғары энергиялық соқтығысулар арқылы туындайды. Бірақ уайымдама, осылайша жасалған қара құрдымдар триллион секундтан да аз уақыт ішінде зиянсыз буланып кетеді. Табиғатта қара құрдымдар жарық шығармайды, бірақ олардың бар екенін білеміз. Қалай? Жақсы, біз қара құрдымдардың дәлелі гравитациялық линзалау екенін көреміз. Бұны Альберт Эйнштейн 1936 жылы болжаған. Қара құрдымның артындағы жарық өзінің гравитациялық өрістің әсерінен иіледі және бұрмаланады. Сонымен қоса, біз құс жолы галактикасының центрінде қара кеңістікті релятивистік жылдамдықпен тез айналып жатқан жұлдыздарды көреміз. Жұлдыздардың жылдамдықтары бізге көкжиектің массасы 4,3 миллион күн массасы екенін айтады. Осы орбиталық периодтарға жалғыз ақылға қонымды түсініктеме біздің галактикамыздың орталығында 26 000 жарық жылына орналасқан өте үлкен қара құрдым болып табылады. Дегенмен, қарақшы қара құрдымдар әлде қайда жақын болуы мүмкін.